Күнделікті тағамға қосатын ас тұзының пайдасымен қатар зияны да бар. Ас тұзы екі компоненттен тұрады: натрий және хлорид. Олар ағзада өтіп жатқан көптеген процестер үшін маңызды. Натрий жүйке жүйесінің қызмет атқаруы мен бұлшықеттердің жиырылуы үшін қажет. Хлор асқазан мен ішек сөлінің маңызды бөлігі болып, тағамның қорытылуына көмектеседі. Натрий мен хлорид ағзадағы сұйықтық теңгерімінің сақталуына көмектеседі. Егер ас тұзын шамадан тыс қолдансаңыз, ағзаңызда не болатынын біле жүріңіз. Тұздалған ащы тамақ жесеңіз, ол ас қорыту арқылы тұз қанға сіңеді. Тұздың артық мөлшерін сұйылту үшін ағзалардан қанға су жинала бастайды. Нәтижесінде сұйықтық мөлшері мен қанның көлемі артады. Қан қысымы артып, гипертония пайда болады. Жүрек күшпен жұмыс істеп, тез соғуына, тахикардияға алып келеді. Үнемі жоғары қан қысымы болса, инсультқа алып келеді. Жүрек жетіспеушілігін тудырады. Артық тұз бүйректің жұмысына да зиянын келтіреді. Бүйрек ағзадағы артық сұйықтықты шығару үшін күш салып жұмыс істейді. Уақыт өте келе, бүйрек жеткіліксіздігіне, бүйректік ісінулерге алып келеді. Күнделікті тағаммен бірге 5 грамм тұз қолдану керек. Ол 1 шай қасыққа тең келеді. Ағзаның дұрыс жұмыс жасауы үшін 2 грамм натрий керек болады. 1 шай қасық тұздың құрамында 2 грамм натрий жеткілікті түрде болады. Тұзы көп тамақтарды жемеуге тырысыңыз. Соялық тұздықтарда, чипсиларда, кириешкиларда, дайын сорпаларда, кетчупта, сорпалық текшелерде, өңделген шұжықтарда, тағы басқа тамақтарда тұз көп болады. Осындай тұзы көп тамақтарды сақтықпен қолдану керек. Тұздан мүлдем бас тартпау керек. Ол ағза үшін қажет және тағамның дәмін келтіреді. Қорытындылай келе, артериялық қан қысымы жоғары, бүйрек ауруымен ауыратын адамдар тұзды 1 шай қасықтан артық қолданбау керек. Назар аударғандарыңызға рахмет.